Елімізде қуғын сүргінге ұшырағандардың саны 4 миллионнан асады. Ал оларды ақтау мәселесі ғылыми тұрғыда зерделенуде. Бұл туралы бүгін Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде өткен конференцияда айтылды. Жиынға облыстық комиссия мен жұмыс тобының мүшелері, архив қызметкерлері, ғалымдар, өлке танушылар мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Олар ашаршылықпен жер аударудан ұлтшылдық айыбымен концлагерлерде азап шеккен миллиондаған құрбандарды құқықтық және саяси тұрғыда ақтау мәселелерін талқыға салды. Түркістан облыстың әкімшілігі тарапынан Түркістан аумағындағы саяси қуғын сүргіндерді ақтау мәселесі және жұмыстары басталды. Ол арнайы комиссия құрылып, ол комиссияның құрамында біздің университеттің ғалымдары да мен сарапшылары қатысып жұмыс жүргізіп жатыр. Енді әрине бұл өте үлкен және ауқымды жұмыс, себебі ойлап қарасаңыздар, ол бұрынғы 20 ғасырдың 20-50 жылдары арасындағы өте үлкен сондай саяси қуғын сүргінге ұшыраған, жалпы енді кейбір деректер бойынша 4 миллионға жақын осындай азамат пен азаматша бар. Осы өңірлік комиссияның мүшелерімен олардың жұмыс топтары бірнеше тиісті топтарға бөлініп, қорларда зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Әсіресе бұл бағыттағы жұмыстарға тарихшы ғалымдарымыз орасан зор еңбек сіңіріп жатыр. Алдағы жылдарда тиісті салалық басқармалар тарапынан керекті қаражат қаралып, бұл жұмыстар қарқынды атқарылатын болады. Биылғы жылдың өзінде біздің басқарма тарапынан 15 миллион қаржы бөлінді. Қосымша цифровизация басқармасынан 4,5 миллион бөлінді.